Hello everyone. My name is Zarina Otavna. Did you know айдарына қош келдіңіз. Егер сіз мына take сөзінің 5 мағынасын білсеңіз, ағылшын тілінің 50%-ын түсініп тұрсыз дейді. Бірінші мағынасы алу деп аударылады. Мысалы, take this book. Мына кітапты ал. Екінші мағынасы дәрі немесе витамин қабылдау. For example, I need to take medicine. Менің дәрі қабылдауым қажет. Үшінші мағынасы апарып тастау. For example, I will take you home. Мен сені үйіңе апарып тастаймын. Төртіншісі фотоға түсіру. For example, can you take a photo of me? Мені фотоға түсіре аласың ба? Және соңғысы бесіншісі бізде take дегеніміз міну, транспортқа міну, автобусқа міну я таксиге міну деген мағынаны білдіреді. For example, take a taxi, take a bus. See you next time. Bye bye.